неше ғасыр тұрған тастар? Неше ғасыр емес, 1000 жылдық тұрған шығар, может, кім білеміз. Қазір дөңгелектер бір тексерді алып, сосын мойкаға апарып, одан кейін Бурабайға кетеміз ғой примерно. Досқоға келдік. Заттан алып кету керек. Удочкасы бар, орындығы бар. Менде тура осындай комплект. Бұны зат аз екен енді. Айдын сәлем айтып жүрсен жігіттерге. Қасына жігіттер. Қыздар. Қыздармыз. Қаштан жұп болдық. Сағат 11-ге таяп қалды. Заселение сағат 2-де. Арт деген полный. Короче, балға улаймыз. Біз 2,5 сағаттың ішінде Бурабайға да жетіп қалдық. Мен келдік, қазір сақ көшісіп жатырық. Велосипедті қалдық. Достар, міне біз келдік. Біздің ателье. Не домиктер, жайға сатырық. Что там, Айдеке? Домикта көп отырмай бірден пляжға кеттік, өйткені күн өте ыстық болды. Барып, ең алғаш суға түскіміз келді. Үлкен шабақта келдік, үлкен шабақтың суы өте таза. Досым судың астынан алтын зат, немесе бір бағалы зат табам деп судың астына кіре жөнелді очкимен. Бірақ өкінішке орай түк те тапқан жоқ. Не көрмендер, мынандай саппорттар алып алдық. Мынандай саппорттармен шықтық. Алсаңыздар болады, арендасы где-то 3,5 алсаңыздар болады, жарты сағатқа. Өте керемет. Есіп, Айдын көрсетші есіп жүзгенді. Түсіріп жатырмын. Иә. Что это было? Kurduğuma bol секренді. Мындай жесткий ужин жеп отырмын. Суға түскеннен кейін және де тамақ жеп болғаннан кейін біз әрине қалаға шықтық. Қалада ең алғашқы әрине караоке барға бардық. Караоке бар бізге ұнады, өте керемет болды бәрі. Осылайша келесі күнге көшеміз. Достар, біздің приключенияның екінші күні. Завтра ішіп аламыз да рыбалкаға барамыз. Ат үш рыбачы бізден бөлісеміз. Андай рыбаловный магазинға келдік. Червиктер алдық. Дос болған атпысың. Өзі сұрап тұр да. Кетті, досым шай ішіп. Бурабайда осы сәтте біз именно рыбалкаға шайнап жатқан кезде жаңбыр жауып кетті. Жаңбыр 2 сағаттай болды. Сол 2 сағаттың ішінде біз магазинға бардық, одан бөлек кафешкаға кірдік, отырып асықпай шай іштік. Жаңбыр басылғанын күттік. Осы сәтте даладан жаңбыр емес, бұршақ жауа кетті. Ол бұршақты да отырып күттік. Осындай жерде отырып қатып қалдық.
одан кейін әрине күн ашылды біраздан кейін. Біз балық аулауға келдік. Вот. Қараңыздар достар. Қараңыздар достар, мен баламды. Қараңыздар достар, я ребенок. Мен типа өзім ана игрушечный пистолет жеп Мен жүрмін. білмеймін. Әдемі, иә? Достар, міне мына жерге келдік. Өте керемет, әдемі жер. Мынандай пирста отырық. Досым әлі не істеп отыр? Удочкасын дайындап отыр. Мен уже жібердім уже. Черпті салдым. Как көреміз енді. Міне достар, бірінші балық. Атын да білмеймін, что за балық екен. Что там, Айдеке, қалай? А? Начер. Құртта. Tonight. Әлі аулаған жоқ ешқандай балық. Мен уже 2 балық алып тастадым. Көрейік, тағы да түсу керек. Мама, Сашка. Поздравляю. Можешь подержать даже, могу сфоткать. Не хочешь? Вот. Все, хорошо. Қайтып жамбыр жауып кетті. Біз 3-4 ақ балық ұстадық өзіміз ұстаған. 3 балық ұстадық общий. Жаңағы жігіттер спиннингқа не аулады, щука аулады, бізге подарить етіп жүр. Кешке жатып кетеміз соны. Міне мен 3-ші улауым, Айдын екеумізде еще 3-та 2. Әлі аулап отыр. Айдын, мынау қандай балық? Жаңа 6-шы балық аулап едім, ол мына жерден шығып кетті да. Получается, бүгін 5 балық ауладық. 5-еуін мен ауладым, досым 2-еуін аулады, и 1 щука. Міне осындай видтер. Өте әдемі. Кеш барып жатыр, қазір біраздан кейін кетеміз. Қайтып бара жатыр. Балық аулап болды, бізге жетеді осы. Неміз, получается, біз аулаған және бізге берген балықтарды ашып тазартып жатырық. Міне, дос болған естіп жатыр. Тазартып отыр пока шортанда. Кішкентай балықты уже не істеп тастадық. Мен аулағанша ең алғаш. Оны уже оформили, тұздап, тіліп, дайындап жатырық та. Ашып жатырық балықты. Жинастырып келеміз бүгін. Ютубтан қарау керек. Шашлык жасауды бастадық. 2 килограмм не алғамыз ғой, короче алғамыз ғой. Морозилкада жатып қапты, мұздап шығарғамыз ғой. Ақын бастап жатырық. Шашлык кішкене күйіп жатыр, өйткені дұрыс салмадық та. Короче, кусоктар ше здоровый мана. Сеткаға жартысы дұрыс сыймай. Балық не істеп отыр енді. Салдық. Міне біздің крачкамыз. Кішкене күйген бірақ дәмді. Ал теперь надо. Балық вообще күшті не істеп отыр. Жайып сөйтіп отыр, вообще кайф. Өзіміз шашлык жеп тастадық өзімізді. Анау ресепшндағы кісілерге қалдырдық 1-2 штук. Ойлағымыз ғой, көп қалдырамыз ба деп вообще. Ішінде неше бір 7-8 штук қана болды ғой. Балық кәдімгі нормально қалдырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін 3-ші күн. Бүгін енді Бурабайдың күшті локацияларына барамыз. Қазір осы жерде завтрак ішіп аламыз. Достар, завтрак іштік. Енді несін деп отырық. Велосипед теуіп. Велосипедпен жүріп, больше пейзаждар көргіміз келді бүгін. Андай пейзаждар білмеймін. Андай велосипедтерді арендаға алдық. Қазір велосипедный жолмен жүреміз. Жұмақтасқа дейін барамыз велосипедпен. Алдына, не дегенде мен соғып деген жермен шыққаны қалып қойшы. Aynen. Çok hoş. Мынандай бір нені тауып алдық, здание тауып алдық. Қазір ішіне кіріп, қараймыз ішіне не бар екен.
Слышно, да? Жастар кезінде естімейді дейсің әлі, біраз естігіші жастар. Білмеймін. Кірпіштерін бірақ алмапты әлі, адамдар. Разберете. Градус көріп жоқ, может, андай не шығар. Кімдер разберется, астрологи, может. Напишут в комментариях. Давно істеген жоқ. Надя. Бишкек. Бишкек дейді, Бишкек. Маневр, 5 узлов! 5 узлов! Андай жерге келдік. Балымыздағы жерге. Велосипедті ана жерге қойдық. Табиғатқа қарап. Абылай ханның алаңына да келдік. Өте керемет. Иманаев бұлағына келдік. Адамдар көп. Катерға отырып алдық. Үстінде біз екінші этажда. Спида уже знала? Дневник открылся, покажи. Жігіттер проф камерамен түсіріп отыр ғой. Қазақстан телеарнасы. Тропинкамен кеткенбіз ғой. Андай жерден шықтық қой. Андай тропинкаға түстік. Қазір пляждан шығамыз. Үлкен Шабақтың пляжы. Мына жаққа келмегенбіз бұрын. Именно осы жерден. Қазір көреміз. Давай тропинкаға келдік. Қазір сол жаққа кетеміз. Мына жер балық аулайтын жер секілді. Мына жерге келгенбіз ғой. Біз отельден шықтық. Қараңдар қанша балықтар мұнда. Ол жүргі балықтар. Түрін қарашы. Міне. Бурабай басқа жағынан. Кішкентай пони жүр мұнда. Кішкентай жүр. Азыққа келатық. Не бар екен белгісіз. Тамақ жеп жүрік, короче. Болды, велосипедті қайта тапсырдық. Үйге барамыз. Қарны ашып кетті, мына жерге центрға келдік. Воглагман жеуге. Лагман емес, рамен алдық сонда. Болды. Мен көріп тұрмын, сөйтіп қалып көріп тұрмын. Адамдар көріп тұрмын. Болды. Кетіп баратырық. Машинаны бір тексеріп аламын. Сосын все.
Ақылбайға келдік. Соңғы күн ғой енді. Ақылбайды көріп кетейік. Тоже локациясын бәрін жіберемін. Көрсеңіздер болады. Су өте керемет. Бірақ су кішкене таяздау. Қазір таң болғаннан кейін адамдар өте қатты жоқ. Негізі бұрын адам өте көп жиналады осы жерге. Көбі біле білмейді осы жақты. Келіңіздер, демалыңыздар. Су өте жақсы, таяз су. Бурабайдағы уақыт зымырап өте шықты. Бұл саяхат біз үшін нағыз керемет естелікке айналды. Егер де демалысты қайда өткізеріңізді білмей жүрсеңіздер, Бурабайға міндетті түрде келіңіздер. Және де видеодан әсер алсаңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Алдағы саяхаттарда жүздескенше сау болыңыздар.